Бүгінгі ашық сабағымызға барлықтарыңыз қош келдіңдер. Сау келесіздер, бәріміз қолымыздан тұрып жеке келе алдымен келе қаламыз да біз бір-бірімізге бүгінгі ашық сабағымызға бізге сәттілік тілейміз, тілек тілейміз. Олжас, сен бастайсың. Бүгінгі сабақ сәттілік. Бүгінгі сабақта белсенділік көрсетіп, бүгінгі күнде денсаулық жол болашақ. Бүгінгі оқиға жақсы болсын. Бүгінгі сабақта жақсы болсын. Бүгінгі ашық сабақта жоғары балалар. Бүгінгі сабақта жақын бол. Бүгінгі сабақта сәттілік. Бүгінгі сабағың жақсы болсын. Ашық сабаққа сәттілік. Жақсы, рахмет. Барлықтарына тілеген тілектерін жүзеге ассын. Барлықтарына бүгінгі күндеріне және алдарына қойған мақсаттарына жетуге тілектеспін. Бәрі орындалсын деп тілеймін. Орындарыңызға жайғаса қойыңыздар. Енді бүгінгі жазыңдар білесіздер. Одан кейін оқулықтан өздеріне қажетті параграфты ашасыңдар, яғни бірінші тарау тербелістер тарауын ашасыңдар. Енді тақтада көріп отырсыңдар, біздің бүгін үлкен тарауға тербелістер тарауға көшкенімізді. Қарап отырсаңдар, қане айтып жіберіңізші, мынада не көріп тұрсыңдар? Иә, тербелісті көріп тұрсыңдар. Тербелістің мысалдары. Не көріп тұрсыңдар? Келшек, иә, сағат, маятник сағат, иә, одан кейін тербелістің маятник, тоже тербеледі маятник көрсінде. Енді қара, көңіл аударыңдар. Құрметті оқушылар, сендер бұл видеороликте қандай құбылыстарды байқадыңдар? Ал енді айтып жіберіңдер. Қандай құбылыс байқадыңдар? Қолдан көтеріп, орнынан отырып айтып тербелісті байқадыңдар. Дұрыс, тербелістің қандай түрлері көрдіңіздер? Иә, ерікті және еріксіз тербелістер. Оны не беріп тұр бізге? Қандай құралдар беріп тұр? Иә, әкелшек берді, сосын майник берді, сосын серппе майник, дұрыс, жақсы. Енді міне көріп отырсыңдар, мынаны дәптерлерде жаза қойыңдар. Курс тақырыбы тербелістер, механикалық тербелістер және сабақ тақырыбы гармоникалық тербелістердің теңдеулерінің графиктері. Бүгінгі біздің тәжірибелік сабақ практикалық жұмыс, математикалық маятниктің көмегімен алдарында тұрып еркін сөйлеуін анықтаймыз. Дәптерлеріне жазып қойыңдар осыны. Бұл да тербеліске мысал екен, көрсетіп тұр сендерге экраннан дыбыс тербелісі. Мынау судың өзінің тамып аққан өзі. Жазаулардық бәрімізге өнеге. Жақсы. Жазып болсаңдар, мен келесі ретке кетіп жүр. Енді біз міндетті түрде сабағымызда баратын кезде оның мақсат міндеттерін анықтап аламыз. Сендердің басты мақсаттары не екен? Кім оқып жүреді мынаны? Еркін және еріксіз тербелістерге нақты тербеліске мысалдар келтіреді. Мысалдар келтіресіңдер, қазір оқулықтан қараймыз, адам өсіп. Енді сипаттамаларды анықтау барысында не істейді? Оқи қойыңдар. Эксперименттік әдіспен математикалық маятник тербелісінің периодының формуласы бойынша еркін түс сөйлеуін анықтайды. Периодтың екі арасындағы L бөлінген G формуласынан G-ді анықтаймыз. Жақсы. Есептеу дағдылары. Есептеу дағдылары формулаларды қолданып период, жиілік және циклдік жиілікті есептейді. Қазір бізде бұл тапсырма сендерге беріледі. Периодтың, жиіліктің формулаларын қолданып есептер шығарасыңдар. Енді балалар бар ғой, үй тапсырмасын пысықтау мақсатында. Құрметті оқушылар, мен сіздерге үй жұмысын пысықтау мақсатында ұлттық құндылыққа де ою әдісі бойынша ою астына жасырын тапсырмалар дайындадым. Енді таңдаңдар. Как раз 12, 13, 12 отырсыңдар, 13 үстіне. Таңдаңдар, болыңдар, уақыт
men aşağı salam. Eşit sıkıntı. Yakın çıkmadı. Ne bulması kim biliyor? Magnit indüksiya vektorunun belirlediğini onda kep jasasın. Kelesini bir aşağı verirsin. Magnit indüksiya vektorunu belirleyeceksin. Kelesi kele var. İkincisini aşağı. Ya ikincisini aşağı mı? Kim yani? Bunu yetişirsin. Olsun alttan olsun hamurdan boyuşı ya. Daha ağır bu kelesi kim? Altta var. Kaysına kim? Üçüncüsü. Ulan mı? Ampere düşünürleri değil. Ampere düşünürleri kep жазады. Ya, kep жазады. Kim bilir kep жазады, kim bilir? F amperge басталады. Formulası var mı? Ya, formulası, örneğindeki formulası жаза берді. Жаза бер. Жаз. Астынан бұл екінші сатып қалады, ya. Дұрыс. Дұрыс. Ya, тоқшы. Ұзындық. Uzunluk namına uzunluk normal ya detaylı kuştan adresini iya terus terus onun için diamanın ya o skor masalasına boldu magnitus enerjisinin formulasını yazar W deb басталады. Iya, terus kaki kuadrat definisi langsung dikasih terus kuadrat terus barbuni ay bu magnitus enerjisi degeniga tömegi жағына biz magnit induktsiyasini Ölçünün enerjisini düz koyuyoruz. Kelesi, aşağı vereyim mi? Elektromanyetik indüksiyon zanın formulası. Bu ne istiyorsun? Qanday bu? Iya. Elektromanyetik indüksiyon zanın formulası. Aytib turjadilar. Epsilon ten, delta F. Delta F. Mangen delta T. Iya, terus terus kelesini aşağı vereyim ya ballar. Magnit ağının örneği. Evet. Iya. Iya, terus bakacağız. Terus. Bakacağız ama terus. Yazat уже екінші айтып тұр. Магнит ағыны тең. Магнит индукциясы. Ең алдан еді. Енді келесін ашамыз. Электромагниттік индукция қосылтын ашты. Иә, дұрыс айтасың. Майкл, қарай, сен толық жауап бере қой. Электроиндукция құбылысын ашқан Майкл Фарадей. Дұрыс. Магнит индукция векторын өрнегені, міне. Магнит индукция векторын енді осы өрнегін жазу керек. Вот тең деп басталады. Иә, дұрыс, келе ғой. Вот тең деп бастайсың. Үй ол жерге жазба, ол бөлек сұраған бар. Iya, terus iya, nah vektor yang harus kita bisa terus болды молодец. Енді келесі қазіргі қандай сұраққа жауап беріп отыр білесіңдер ме? Алаңға плюс қойып отырасыңдар. Осы бойынша бағаланасыңдар. Магнит индукция векторын кім ашты? Дұрыс айтайын. Соны толық жауап бер. Магнит индукциясының векторының өлшем продукты Тесла. Дұрыс.
Кім қанша жауап берді, соншама плюс қойып отырыңдар. Жақсы, келесі Лоренц күші жазып, мына апел күші сияқты тек қана онда зарядпен жылдамдық бар. Жазалым. Үшінші жауап бересің, не уже? Балалар, жауап беруге тырысамыз, беруге бастайсың. Дұрыс, молодец, өте дұрыс. Кейін соңғы сұрағымыз. Магнит ағынның өлшем бірлігі бар нәрселер. Иә, дұрыстап толық жауап бер. Магнит ағынның өлшем бірлігі Дұрыс. Тапсырмасын қысқап жауап беріп алды. Әркім өзінің жаңағы жауап берген бойынша плюстарын қойып отырмыз. Сонда есептеледі. Тербелмелі қозғалыстары дененің тепе-теңдік күйінің маңайында белгілі уақыт сайын қайталанып қозғалуы. Егер дене тепе-теңдік күйінен ауытқыса, оны бастапқы орнына қайтаратын күш пайда болады. Тербелістер үш түрге бөлінеді: еркін тербеліс, еріксіз тербеліс және автотербеліс. Тербеліс периоды мате бір толық тербеліске кеткен уақыт, ал жиілік ате бір секундтағы тербеліс саны. Период пен жиілік өзара байланысты. Гармоникалық тербеліс синус немесе косинус заңымен жүреді. Тербелмелі қозғалыс күнделікті өмірде кең қолданылады. Тербеліс бірде физиканың маңызды құбылыстарының бірі. Енді қараңдар, жаңағы видеода айтып кеткен формуланы x-тен, мынау а дегеніміз амплитуда, косинус омега 1 плюс фи 0. Мұндағы омега дегеніміз циклдық жиілік, фи дегеніміз бастапқы фаза. Одан кейін сендерге периодтың формуласын айтты, иә? Иә, айта беріңдер. Уақыт бөлінген n болды, одан кейін n бөлінген уақыт болды, одан кейін айта беріңдер. Және естеріне сақтап қалдыңдар ма? Бұл біріне байланысты деді, иә? Осындай формулалар. Қазір бұны есеп шығарғанда сендер қайталанасыңдар, жақсы ма? Содан кейін біз және өзімізге міндетті түрде қажет формуламыз төбір астындағы L бөлінген G, бұндағы периоды магниттіктің, одан кейін екі ұзындығы және G. Осы формула арқылы сендер қазір анықтайсыңдар, иә? Жақсы. Енді міне, мынау теориялық мағлұмат, иә? Оқимыз, орындарында отырып, оқиды көздерін жеткізетіндерін оқып міне. Айтшы, тербелмелі қозғалыс дегеніміз жаңа не болды? Кім оқиды? Тербелмелі қозғалыс бұл дененің уақыт өте келе белгілі бір тепе-теңдік нүктесінің маңында қайталанатын қозғалысы. Иә. Яғни тепе-теңдік қозғалысы басталатын не нүкте екен? Орталық нүкте. Ал тербеліске ең қарапайым мысалы магниттіктің қозғалысы. Ол алдарында, міне суретте де тұр, алдарында да тұр, иә? Жақсы. Енді тербелістің түрлері бағананы мен айтып жатырмыз, иә? Еркін тербеліс, автотербеліс болады екен. Жақсы. Сонда еркін тербелістерді не береді екен? Сыртқы күштің әсерінсіз тербеліс болатын тербелістер сыртқы. Ал еріксіз тербелістеріміз ол сыртқы әсерінен міндетті түрде әсер етіп отырған кезде пайда болатын тербелісті еріксіз тербелістер дейміз. Жақсы. Енді жаңа міне айтып өттік, периодты сипаттайтын амплитуда, период, жиілігі. Амплитуда дегеніміз дененің не тепе-теңдіктен ең үлкен ауытқуы екен. Одан кейін оның өлшем бірлігі метр. Ол периодтың өлшем бірлігі секунд. Жиіліктің өлшем бірлігі герц. Енді бір-біріне байланысты формулалар периодтың, жиіліктің, циклдық жиіліктің формулалар беріп тұр. Қане дәптерлерін осы. Мына жерде жазылмай қалғанын, мынаны жазбаңдар. Мынадан да жазбаңдар. Мына жерде циклдық жиілікті не арқылы белгіленді, иә? Мынадан жазбаңдар. Мына жерде циклдық жиіліктің формуласын жазып алыңдар өздеріне. Соны білесіңдер, бағанан беріп өлшемдерін айтып жатырмыз ғой. Мынаның өлшемдерді радиал бөлінген секунд. Циклдық жиіліктің өлшем бірлігі. Мынау циклдық жиіліктің өлшем бірлігі 1 радиал бөлінген секунд деген сөздің қысқаша жазылғаны, иә?
жазып қойсаңдар келесі бетті ашайын. Иә? Үлгердіңдер ме жазып? Енді күнделікті өмірде қай жерде кездеседі екен? Қайда кездеседі екен? Дыбыс және музыкада, көпірлер мен серіппелерде. Иә, ал енді мынандай мысалы бізде үлкен аспан көпіріміз бар, иә? Сол кезде өтіп жатқан кезде байқағандар бар ма осындай тербелістер болған? Кейде өтіп бара жатқанда сезіледі, иә? Одан кейін машиналардың амортизаторлары, көпірлердің тербелістері еріксіз тербеліске түседі екен. Көрінді ме? Енді қолдану аясы қарап тұрсаңдар, инженерия мен технологияда қолданылады. Мына жерде міндетті түрде сейсмологиялық тұрақтылық болу керек екен. Еріксіз тербелістің болып адамның өмірін қауіпсіздігін сақтау мақсатында азайту үшін қолданылады екен. Не қолданылады екен? Одан кейін радиотолқындар мен электромагниттік тербелістер бір түрі, ол тоже еріксіз тербелістер қалдағыштың таратқыштар арқылы беріледі екен, иә? Одан кейін медицинада өздерінің жүректің үрпілінен, УЗИ-ға түсіріледі, жаңағы жүректің үрпілін арқылы, тонометр арқылы тексеріп болсын барлығын тексеріп медицинада. Сонда қолдану аясы қайталап жеріне қандай жер екен? Енді сендерге топтық тапсырма. Көрмедіңдер, мына жерде мәндер беріліп тұр. Топтық тапсырма мына жерде мәндер беріліп тұр, сол бойынша дәптерлерге есеп шығарып, оның шыққан есептерді мына жерге жаза қойсыңдар. Яғни, сендер бірінші сендер 20 секунд 10 тербеліс период табасыңдар. Оны сендер қай формуламен табасыңдар? Табыңдар. Одан кейінгіні сендер табыңдар, сендер одан кейінгі 12 тербеліс 10 секунд желіп табың еді. Иә, шығара беріңдер дәптерлерді. Одан кейін сағат маятнигі 30 тербеліс жасайды да, 60 секундта неше период болады деген. Сендер үшіншісін, сендер. Кім шығарып болады, ол осы жерге жаза қоюға болады. Дәптерге шығара қойды. Жылдам топтасып. Кім мына адам бұрын, міне үшеуін бөліп берді ғой, қалған үшеуін қай топ бірінші шығарып әкеледі екен. Ал кеттік. Жаза қойыңыз керек. Кәне, ал кеттік. Жақсы, аяуың келем дейді. Иә, келме ғой. Ал сіздер келем келеді? Ал енді, қоғамнан жазғаннан байқап ұстап тұрыңдар. Қалғанын шығара береміз. Қайсы қалды сол шығар. Өздеріңді көрсетіп отырсыңдар, иә, дұрыс. Жылдам енді. F деген фи ғой? Иә, фи, сигма. Ой, ол фи емес, ол не? Жиілік нью. Бір бөлінген т деп болмаса, ең бөлінген т деп таба бересің. Жақсы, дұрыс. Жақсы отыралым. Келесің белгілі. Так, сенің иә, келес, жақсы. С деп жазады. С деп жазады. Жақсы, енді мынаны жазып алыңдар ғой, иә, келесің. Жазып алыңдар. Енді біз не жасаймыз? Мына жерге қарап, серпілу сәті көзімізге жаттығу жасаймыз. Соны қазір көзімізді не айтып, соны істейміз. Жақсы ма?
Bir toп мына жерге, bir топ ана жерге кетіп қолдарында дәрмен ұмытып қалмашы ма сен осы бәрін өлшеп және тәжірибені жасап алдық. Эксперименттік тәжірибені өздері қолдан істеп көрдік. Өмірдегі сан мәні неше кетеді? Білесіңдер, есеп салғанда дұрыс 9,8 түсті. Енді мына симулятор бойынша біз қазір соны қарап отырып, мәнмен салыстыру үшін мәселеге міне қарап отырып, әне уақыт кетіп жатыр, қарап отырып есеге сақтап отырыңдар. Мынаның ұзындығы міне көрініп тұр, қанша ұзындығы. Сонымен сан мәні қазір сендерге мына жерде есептеп көрсетіп береді қанша болады. Естеріңе сақтаңдар. Мен көп ұстамайын, өздерің жазып алыңдар. Жазып алдыңдар ма? Салыстыру үшін мына жағдайда, мына ұзындығы осындай болған кезде сан мәні осыншама тоқтатқан кезде сан мәндерін жазып алыңдар да нешеге тең екенін жазып алыңдар. Көрдіңдер ме? Міне уақыт, ұзындығы, периоды міне сонда есептеген кезде нешеге тең болады екен. Енді сендер өздерің ойларын қорып қазір маған айтасыңдар. Сендер де міне мысалға алдарында мына не жатыр, яғни осы бойынша қазір 4К, осы бойынша мынаны сендер қазір мен айтамын. Бірінші, еркін тербелістердегі 2Б мен сендердегі 2Б өздерінің мәндерін айтады дейміз. Қазір 2Б тұрсыз олай. Осылай тұрады, осы бойынша қазір айт деген кезде мәндердің орындарынан отырып айта беруге болады. Жақсы ма? Ал кеттік. Есептедіңдер ғой, иә? Иә, есептеп. Мына симулятордағы мәнді жазып ала саласыңдар. Ол жазып алғандар бойынша арасындағысын мәнін келтіресіңдер. Жақсы, ал кеттік онда. Тартылу саны 9,5. Ал жалпы 9,8. Иә, айырмашылық көп емес. Айырмашылық көп емес. Жақсы. Жақсы. Сонда есептеу барысында қандай да қиындықтар туындады ма? Қиындықтар болған жоқ. Тек қана шешу кезінде Иә, кішкене түбір астынан шығарды. Жақсы. Жақсы. Жалпы тәжірибеде сендер ұстап отырған құрал жабдықтардың атын бәрін білесіңдер, иә? Не болды? Математикалық. Жақсы. Тағы кім айтады? Ағыныр өте жақсы. Газетке Майкл тепе-теңдікпенен 8 сантиметрді алып қырық, содан кейін 40 тербелістен бізде орташа секундда 64 секунд, содан кейін периодтың орташа мәні 1,6 болды, және де еркін түсу үдеуінің орташа мәні 3,185 болды. сен де дұрыс өзіне орындады, өте жақсы, парақтың өзіне орындапты, дұрыс. Содағы сан мәні жаңағы сен тапқан сан мәнмен белгілі сан мәнмен айырмашылық қанша екен? Сенікі қанша болды? Еркін түсу үдеуінде 3,185, периодтың орташа мәні 1,16. Жақсы. Сендер айтатындар, Нұрәлі өзінің ойын айтады. Біздің тоғыздан шығарғанымыз сол біздің Майклдың формуласы бойынша еркін түсу үдеуінің мәні 9,1 шықты. Біздің ұзындығы 0,8 болды. Тербеліс саны 40 және уақыт 57 секунд. Орташа уақыт 57 секунд. Және орташа периодымыз 1,14. Тәжірибені орындап болып қойсаңдар, қазір енді бұрыштар әдісіне көшеміз. Бұрыштар әдісінде сендер мына столдың бетінде еркін және еріксіз автотербелістерге бұрышқа барасында мен азамат деп қоймын, яғни автотербелісті қазан жүргендер. Өздері келесіңдер де мынадан алыңдар келіп. Ана жерге барыңдар, барлықтарын барасыңдар.
жаз суретті неге сен осы тербелістің түріне жатқыздың, соған түсінік беріп айтып жібересіңдер. Ал кеттік, бастап айтамын. Мен автотербелеске жүректің қарғысын таңдадым. Өйткені ол кезде аккумуляторда ешқандай күшсіз біздің денемізде қанды өзі клапан сияқты качать тасиды. Мен стиральный машина таңдадым, потому что кір машина. Оны барабан автоматты түрде танады, ол біздің киімімізді күшсіз арқылы жуады. Бұл машинада автоматты түрде тербеліс болып жатыр және сол себепті автотербеліске жүргізіледі. Жақсы, енді Benim maydanoz var. Yakın çevresinde bakalım. Бұл маятник бұны ұстайыңызда жібергенде өзі тербеледі. Бұл сағат бұл еркін тербеліске жатады, өйткені ол еркін тербеледі. Бұл пружина ойыншығы, бұны біз жібергенде ол қайтадан өзі еркін қозғалады. Мен динамиктің тербелісін еріксіз тербеліске жатқызамын. Менде домбыра ол адамның қол, домбыраның струналары адам қол арқылы типа тербеледі. Менде бесік сыртқы күш арқылы тербеледі. Менде әткеншек сыртқы күштермен қозғалғандықтан еріксіз тербеліске жатады. Менде динамик, мембрана ол ауа қысымының әсеріне тербеледі. Балалар, сендердің алдарына бүгінгі өткен тақырыптарымыз бойынша бекіту тапсырмаларына сәйкестендіру тапсырмасы ұсынылды. Мына тапсырманы келіп өздерінің сәйкестендіріп сұрақтарын оқып, суретке сәйкес келген, формулаға сәйкес келетін формулаға сәйкес келіп жауап беруге болады. Орындарынан тұрып бір-бірден келіңдер. Жақсы, келіңдер. Келіп жылдам істеймін. Жақсы. Келесі. Жақсы. Жақсы. Келіңдер. Жақсы. Бар. Жақсы. Келіңдер. Жақсы. Дұрыс. Жақсы бар. Келіңдер. Келіп, сәйкестендіріп мұқият болыңдар балалар, мұқият болыңдар, келіңдер. Мұқият. Дұрыс. Ары қарай, келіңдер. Дұрыс, міне бүгінгі тақырыпқа қатысты дұрыс. Мынаған келесі тағы. Қалған енді біреу келсе болды. Азар екесің бе? Келіңдер. Сен екеуін бітіре саласың. Дұрыс. Болды, жақсы. Болды, жақсы. Осымен бекіту тапсырмасын аяқтады. Енді біз келесі. Қателеріне сендер міндетті түрде үйде жазып аласыңдар, иә? Жақсы оқуды болашаққа жасалған алғашқы қадам. Жақсы білім алу үшін үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындау керек. Күнделігіңді ашып үй тапсырмасын жазып алуды ұмытпа. Жақсы. Міне орындалдардан тұр, иә? Мен үй тапсырмамды жауапкершілікпен орындаймын. Егер мен сабақты жақсы оқысам, стипендия аламын. Бұл ата-анаға көмек. Мен үшін бұл алғашқы адал табыс. Жақсы. Жақсы оқуды болашаққа мен үй тапсырмам. Енді біз осы жаңа өткен тақырыбымызға қатысты әркім өзін қалай түсінген жайлы. Маған бәрі түсінікті болса келіп жасың домбыраны басасыңдар, сұрақтарың болса қобызды басасыңдар, түсініксіз болса мына жетегеннің келіп қызыл ойқапты басасыңдар. Соны келіп басылғанына болады. Ал кеттік. Екіресіз. Жақсы тұрмыз. Бұларды басып. Жақсы. Сонымен барлықтарына рахмет. Бәріміз өзімізге қол шапалақтап рахмет айтамыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет барлықтарына. Сау болыңдар.